депрессия ол кәдімгідей қару жабдықтың бәрін қойып, иә мен әлсізбін, мен күшсізбін. Айтатын сөздеріңіз болса, айтыңыздар. Ой, совет өкіметі кезінде анау мынау деген әңгімелерді жиі естіп отырсақ бір адамнан. Танымайтын адамдар отыр, мен жыла деп жатыр, мен қорқып отырмын, бірақ жылағым келіп тұр шығар. Енді шыны керек көп адам өзін ұстайды. Егер ол кетпесе, қандай жағдай жасау керек? Не істеу керек? Есею керек. Мүмкіндігіңізше кіріп шығу керек. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адам және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Барлықтарыңызға сәлем. Сәлем, Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Бүгін біздің киномыз Джульетта деген аты бар. Танымал кино деп айтуға болады, танымал режиссердің кино деп айтуға болады. Бұл кино сен қанша жаста көрдің бірінші рет? Былай бастайықшы. Бұл негізі бір 6-8 жылдың арасындағы бір шыққан кино. Ең бірінші шыққанда бірден көрген. Содан кейін тағы бірнеше рет болды? Бірнеше рет. Өйткені маған ол кино өте қатты ұнайды, режиссер да маған қатты ұнайды. Өйткені сол режиссерді тану арқылы мен Испанияға көп саяхат жасадым, көп культурасын таныдым. Сондықтан да осы кинолардың ішінде мен ойымша қатты ойланып киноны түсіретін кәдімгідей режиссердің бірі деп ойлаймын. Өте ақылды, психологиялық тұрғыдан көп мінез құлқы салатын, түсініктемені көп жасайтын осы режиссерді атап айтқым келеді. Енді Альмодовар ол әрине оның кинолары кристалл сияқты деп айтуға болады. Өйткені әртүрлі қырлары бар, әртүрлі тақырыптарды ашады, бір тақырыпты ғана емес. Әсіресе әйелдерді қатты ашады деп ойлаймын. Әйелдердің өмірлерін, өйткені испан елінің әйелдері өте андай қатты мінезді, өте андай ашық, эмоционалды, бетке бәрін айтып салып жүретін әйелдер. Сондықтан да соның ішінде де көптеген конфликтілердің барлығын ашып көрсететін сол Альмодовар. Ал ер азаматтар мен ойымша кішкене фоном жүретін сияқты да. Енді Джульеттаны алатын болсақ, бұл кино басталған кезде бір әдемі, енді Альмодовар шыны керек өте әдемі кино түсіреді. Ол басталған кезде ол біз кәдімгі бізді қалай ләззат аламыз, көріп оны. Бір жас қызды көреміз. Ол пойызда бір жігітпен танысады. Надеюсь, он не станет приближаться. Он не боится поезда. Самку разыскивает. Сөйтіп олардың өмірі басталады деп айтуға болады. Бұл кино саған бір жағынан қараған кезде не туралы деп ойлайсың? Бұл кино бірінші рет көрген кезде мен негізі балалар мен ата-аналардың арасындағы конфликтлерді бірінші байқадым. Содан кейін көп ізденіп сол кино туралы мағлұмат іздеген кезде бұл Элис Монро деген Нобель премиясы бар жазушы екенін түсіндім. Сол кино Джульетта сол Элис Монроның 3-4 рассказынан құралған кино екен. Бұл жерде енді былай ашып уже көретін болсақ,
көп ненде бұл жерде как бы греческий мифтағы античность бар, тіпті қыздардың аттары да сол грек мифтарына көп әсер бар екенін көреміз. Сонымен қатар жаңағы кездейсоқ, жаңағы кездесу, жаңағы бірінші ер адам үлкен, өзінің жасынан үлкен бір адам көңілін білдіреді, осы кезде қарсылық білдірген кезде басқа уже күйеуімен кездеседі. Ал екінші жақтан өлімі туралы естиді, жаңағы поезда болған. Бұл бір история, өйткені жаңағы өзінің кінәлі екенін сезінеді, бұл жерде Джульетта. Басынан ақ. Басынан, иә. Бұл жерде енді мүмкін қатты көңіл бөлмеген шығар Альмодовар, бірақ рассказын мен бәрін оқып шықтым. Өте қызықты, сондықтан да бұл жерде әрбір киноның үзіндісінде көптеген мағына бар. Бірақ негізінде жаңағы былай айтатын болсақ, бұл жаңағы Джульетта мен қызының арасындағы конфликті. Көбінесе қоғамда, енді біздің өмірімізде де көптеген балалар ата-аналарына көптеген шағымын айтады, ашуланады, ренішін білдіреді, немесе кешіре алмайды. Сондықтан да бұл жерде Джульеттаның қызы ренішке толы, оны ешкімге тіл қатпай, ешкімге ешнәрсе айтпай жоғалып кетеді мамасының өмірінен. Өте қатыгез бір іс-әрекет деп ойлаймын, өйткені мен үшін ол үлкен бір соққы болды. Оны түсінуге маған бірнеше күн қажет болды, өйткені ол кезде мен оны қатты түсінбейтінмін. Қызын ба? Иә. Неге ашу соншалықты адамды қатты шеттетеді деп та, 13 жылға деп. Бірақ оған дейін әлі барамыз. Қазір енді сен айтып кеттің, өлім деп айттың, кино содан басталады. Ол жерде өзін өлтіреді бір кісі. Оны бір жағынан былай қараған кезде, көрермен болып қараған кезде, енді бір нәрсе болып қалды деп қарайсың. Ол танымайсың, ол кейіпкердің тіпті аты да жоқ, ол бір танымайтын бір кейіпкер әйтеуір өзін өлтірді. Бірақ бір жағынан ары қарай бұл киноны қарай берсең, бұл жерде өлім деген кәдімгі басты рөлде тұрғанын түсінесің. Оны ары қарай, өйткені бұл Джульеттаның жолдасы, Джульеттаның күйеуі қайтыс болады. Ол кезде қызына қанша жас болды? Бір 12 жас па сонда, 12 жас болды. Қайтыс болған кезде Джульетта қызы лагерде болады, ол қызына айтпай өзінің қайғысымен өзі қалады. Ол психологиялық жағынан былай қарайықшы қазір, адам жоғалту, енді ол бәрімізге, былай қарасаң, енді жасың келіп қалса, бәрімізге таныс нәрсе. Егер бір жастан көбірек шықсам, енді ол әйтеуір жоғалтқан сезімді білеміз. Қалай психологиялық жағынан адамның психикасы болсын, ішкі дүниесі болсын, жаны болсын, қалай осындай информация келгенде, осындай қалай жоғалтты деген нәрсен келгенде не болып қалады адаммен? Қанша стадиялары бар, бірінші кезеңді мен айтқан кезде? Мен бірінші өзім ойлаймын да, мысалы біздің қоғамда өлім туралы біз деген көп ақпаратты білмейміз. Көбінесе жаңағы Джульеттаның іс-әрекеті қандай болды? Әкесі қайтыс болды, бірақ оған хабарламайды, өзінің сезімдерін білдірмейді, көңілін білдірмейді. Сол кезде тек қана қызының қайтқанын күтеді, бірақ бірден шақыртпайды деген сияқты. Ол не деген? Бір жағынан ортақ бір жоғалту, қайғыру процесі болғанмен, бұл жерде Джульетта өз ойлап тұрды, енді мен қызымның психикасын қорғап қалайын, қатты ондай мұңға бөлінбесін деген сияқты әңгіме ғой. Екінші жақтан қоғамда біз не істейміз? Біреу қайтыс болса, біз мүмкіндігімізше балаларды қорғағымыз келеді, оларға дым айтпаймыз, бөліспейміз, не болғанын айтпаймыз, тіпті бір рең сараң адамдардан біліп жатамыз не болғанын ше. Бірақ өзіміздің ата-аналарымыздан естімейміз. Сондықтан да бұл жерде менің ойымша ең басты қате хабарламаны жеткізбеу.
Өйткені бұл да бір иллюзияның бірі ғой, мысалы қызым қорғап қалам деп. қызымды қорғап қаламын дейді, бір бір жағынан бұл ауыртпашылықты бәрібір келеді ғой. Сондағы ашу жаңағы одан кейінгі келетін ашу ғой, ол последствия ретінде. Көбейеді. Бірақ енді мен сұрағаным, мысалы адамға біреуді, жақын адамды жоғалту деген, ол бір жағынан айтады ғой, состояние шока, ступор дейді. Бір жағынан адам деген бұны ешқашан өзіңнен басыңнан кешпесең, сен айтамасын, мен қалай өзімді сезем, мен не істеймін, біреу айқайлайды, біреу жылайды, біреу тіпті ешнәрсе болмағандай болып қалады. Әртүрлі психика деген ол өзі қызық нәрсе ғой енді адамды. Бұл жерде білесің ба, Жанна, негізі егер адамға былай түсіндірмесе, осындай кезеңдер болады, адамдар қайтады, ол сәттерде мынандай кезеңдер болады деген кезде, біз бірең сараң әйтеуір дайын болып тұрамыз, қандай кезеңдерді өтуіміз, басымыздан кешеміз деген сияқты. Бұл жерде Джульетта қашқақтайтын сияқты өзінің сезімдерінен, сондықтан да өзінің бүкіл өмірін жаңағы басқа іс-әрекетпен толтырғысы келеді. Кезең дегенде жаңағы әрине ең бірінші реакция ол шок. Мүмкін емес, қалай болып қалды, нормально кеше жүреді ғой, бәрі дұп-дұрыс еді ғой, сау еді ғой, не болып қалды деген сияқты бір кәдімгідей сенімсіздік пайда болады. Біз оған сенгіміз келмейді, мүмкін ол деген қате мағлұмат шығар деген сияқты ойлар келеді. Бұл бірінші кезең. Екінші кезең ол ашу кезеңі. Неге мені қалдырып кетті, неге бүйтті, неге мені Құдай жазалап жатыр деп көптеген адамдар айтады ғой. Мен неге мынандай, сондай деген сияқты. Ол кезде ұрыс болу мүмкін, бір нәрсені қиратады. Адам бәрін төңкереді, сендер кінәлісіңдер деген сияқты бір ашу деген кәдімгі шығады. Сендердің кесірлерінен, сендер бүйтіндір, сөйтіндір деген кезде, менің ойымша, бұл кәдімгідей екінші кезең. Бұл кезеңдердің барлығын ойлап тапқан Кублер-Росс 5 стадий горевания деген кітабы бар, Википедия арқылы да тануға болады. Үшінші кезең бұл саудаласу. Саудаласу кезеңінде көп адамдар жаңағы адам қайтыс болған кезде сенгісі келмейді. Сол кезде мысалы болады ғой, егер жаңағы Джульетта сол кезеңде тұрып қалса, мүмкін ол күнде жаңағы суға барып күйеуін іздеуші еді. Бұл мүмкін емес, күйеуім қайтып келеді, өйткені ол кәсіби жүзуші, жүзе алады кәсіби түрде, балықшы деген сияқты әңгімелерді айтып түсіндіруші еді. Сол кезде жаңағы тіпті бізде де қоғамда болады ғой бір сәттер. Мысалы, адамдар өлімді қабылдамаған кезде сотқа дейін барып жатады, мысалы дәрігерлермен, мысалы ұрсып, керсіп деген сияқты. Бұл да бір сауданың бір кезеңі, ашумен аралас, сондықтан да бұл кезең кәдімгідей ол да маңызды, бірақ тұрып қалмау керек та. Тұрып қалмаудың себебі ол кәдімгідей психологқа барып, ол кезеңдерді кешу. Бірақ көбінесе адамдар жылдар бойы тұрып қалады. Мысалы, ашу болып қалады. Мысалы, осы мемлекеттің кесірінен, ашу келеді оған, мемлекеттің кесірінен сондай жағдай болды. Осы бұған бәрі осылар кінәлі, лауазымдағы отырған адамдар бүйтті сөйтті деген сияқты. Енді кәдімгідей жылдар бойы, 10 жылдап кәдімгідей бір әңгімені қайта-қайта айтып отыратын сол екінші кезеңде тұрып қалған адамдар ғой. Ал төртінші кезең бұл депрессия. Кәдімгідей адамның терең бір сезімдерге түсуі, кәдімгідей өз-өзінің, қалай айтсам екен, қолынан дым келмейтінін түсінген кезде, бір өз-өзінің күшсіз екенмен кездесу. Это встреча с бессилием, да? Сен өзіңді кәдімгідей күшсіз, беспомощный ретінде сезінесің. Әлсіз боласың, кәдімгі физикалық әлсіз, ол? Физикалық әлсіз, мысалы тағы да жаңағы енді ауа райға қарсы тұра алмайсың, мемлекетке қарсы тұра алмайсың деген сияқты бір түрлі жағдайлар болады ғой. Бірақ адам деген оны қабылдағысы келмейді. Жоқ, мен мықтымын, мен қолымнан келеді, мен аяғына дейін бұны жеткіземін деген сияқты қатайып тұрады ғой бір адамдар. Мысалы, бір ашу кезінде
адамда андай не қастандық деген бар ғой. Иә. Сол қастандық та бұл деген қайғыру процесінің өтпеген белгісі ғой. Мысалы жаңағы өзінің күшсіз екенін сезінеді, бірақ оны маскамен жауып тастайды да, менің күшім бар, мен мықтымын, мен қолымнан келеді деген сияқты. Әлі де анда қаруын жерге қойып беріле салу емес. Сол кезде жаңағы депрессия ол кәдімгідей қару жабдықтың бәрін қойып, иә, мен әлсізбін, мен күшсізбін. Бұл жерде еш нәрсе көмектеспеді. Ашуым да жүрмеді, саудамда жүрмеді, саудаласуымда жаңағы шок, отрицание, оның барлығы да күші жоқ. Сондықтан да бұл кәдімгідей мен өзімнің әлсіздігіммен кездесу деген сөз. Мысалы, мен қолымнан еш нәрсе келмейді, бұны тек қабылдау керек. Мысалы, кейде болады ғой жаңағы, енді бұл жерде бір кинода көріп тұрмыз ғой, жаңағы қызының анасына деген бірінші ол шок болады. Неге мен әкем дұрыс сауи адам еді ғой. Екіншісі жаңағы ашу. Неге мен мамам айтпады? Мүмкін мен жаңағы лагерге кетпеген кезде бәрі дұрыс болушы еді деген сияқты. Бірақ ол саудаласу. Лагерге бармаса мен бәрі дұрыс болушы еді деген сияқты. Бұл жерде жаңағы қыздың осы кезеңде тұрып қалғаны. Бесінші ол қабылдау процесі. Өмірдің кәдімгідей заңын қабылдап, өмірдің әрі қарай жалғасы бар екенін сезініп, әрі қарай жаңа өмірдің мәнін іздеу. Өйткені кейде адамдар қадалып қалады да, мысалы, анау Абай айтпақшы, адамның бір қызығы бала деген. Кейде адамдар баланы өмірдің барлық мәні ретінде көріп қалуы мүмкін, сондағы басқа қызықтары көрінмейді. Сондағы бұл жердегі айтайын дегенім, кейде осы қайғыру процесі адамды басқа нәрселерден мән іздеуге итермелейді. Мен қазір бұл жақсы жаман дегім келмейді, бұл жерде әр адамның өзінің тағдыры бар, сондықтан да әрбір тағдырда осы қайғыру процесі түрлі нәрсеге адамды кәдімгідей итермелейді. Сол кезде адам өзі қарсылық білдіріп, оған аяқ басқысы келмей, кәдімгідей ыңылдап жүргісі келмейді. Сол кезде сол процесте күш тауып, қайтадан қадам басу, өмірге иә деу, жаңа мәнді қабылдау, осы қабылдау процесі 5-ші кезең. Бұл енді бірақ кезеңдер олар былай бірде бармайтын нәрсе, ол араласып тұратын нәрсе. Бұл қабылдау келіп, қайтадан ашуға келіп, сондай әртүрлі ішкі құбылыстар болып жатады. Кәдімгідей әткеншек. Иә, ол бір жылда өтетін нәрсе емес, бір уақытта өтетін нәрсе емес. Бірақ бірте-бірте, мен өзім ойлаймын, бірте-бірте ашу аз болады, көбейе береді кезеңдері, уақыты да, ал қабылдау деген ол бірте-бірте көбейіп, енді бұл кезең басқа бағытқа бұрылады. Мысалы, жаңағы уақыт мерзімді айтып жатсың, кейде адамдар ойлайды, бір ай жылаймын, сонымен бітеді деп. Олай емес. Негізі кем дегенде 2 жыл кетеді адамның кәдімгідей қалпына келу үшін. Мысалы, адамдар ажырасып жатса да, ол кәдімгідей қайғыру процесі, ол кәдімгідей мұң процесі. Сонда адамды жоғалтқан кезде енді орын тесік болып қалды ғой. Ол тесікті толтыру үшін кәдімгідей уақыт керек. Оны немен толтырамын деген сияқты үйдің барлығы бір ізденісте болады. Әркімнің өзінің бір процестері басталады. Тағы да айтайын дегенім, мысалы, кейде мысалы сұрақ қояды адамдар, окей, мен оны білмесем, мен қалай оған жетемін деген. Мысалы, оған арналған тағы да топтық терапиялар бар. Сонымен қатар әрине ол психологиялық консультациялар, терапия бар. Терапия кезінде де адамның кәдімгідей ашуын шығарып, мен
маған ашулымын, неге маған бүйтті екен, сөйтті екен дегеннің өзінің айтудың өзі кәдімгідей үлкен трансформацияға алып келеді. Көбінесе адамдар ол сезімдерді, ол кезеңдерді кәдімгідей аттап өтеді. аттап өткісі келеді, немесе анау радуй себя, радуй других деген сияқты бір сценарий бар. Ол адамдар кәдімгідей көңілін көтеретін бір затты іздейді да. Мысалы арақ ішіп или бір ойын сауық бір кештерге барып, әрдайым сол өзінің уақытын толтырғысы келеді сол ойын күлкімен. Сол мұңды жапқысы келеді соның арқылы. Бірақ дегенмен бәрі айналып келген кезде психика оны былай ұмытып кетпейді, ол жайдан жай іссіз жоғалмайды. Айналып келген кезде бәрібір ол көтерілетін сезімдер. Сондықтан да уақытыңыз болса, әрине уақытында жасау, болмаса енді әртүрлі жағдайларға байланысты адамдар бәрібір соған бет бұрады. Сен айтып кеттің, қайғыру процесі адамдар ойлайды бір айда өтеді деп. Мен бірақ ойлаймын, адамдар көбісі жоғалтқан адам, ол ойлайды бір өтіп кететін нәрсе емес, ол мәңгі қалатын сияқты. Шыны керек, сенің айтқаның 2 жыл деген ол кішкене, біз енді бәріміз эгоистпіз. Адам кеткен кезде де біз кеткен адамды ойламаймыз, біз өзімізді ойлаймыз. Біз айтамыз, что со мной будет, как буду я, айтатын сөзіміз, мен не істеймін, мен қайда барам, маған кімді қалдырдың деген сияқты бәрі өзімізге бағытталған. Я, мен деген сияқты сұрақтар. Ал содан қорқасың, ойлайсың, міне осындай жағдайда қалып қалам. Осылай менің өмірім, өмір бақи мен күлмеймін, өмір бақи мен жылап өтемін. Бірақ сенің айтқаның, мен айтамын да, эгоист деп неге айтқаным? Мен ойлаймын, қазір егер адамдар өзі бір осындай бір жағдайда болып жатса, 2 жыл деген өтетін нәрсе. Қорықпаңыздар, бұл егер мен қазір өзімді өте қатты мұң, өте қайғыру ішімдегі, менің состояние дейді ғой, сондай жағдайда қалып қалам деп ойламаңыздар. Кәдімгі бұл психологиялық жағынан қараған нәрсе, 2 жыл кем дегенде ол өтетін нәрсе. 2 жылдан кейін мүмкін басқа, енді ол былай өтетін нәрсе емес, әрине, әртүрлі адам бала жоғалтқан бар адамдар, әке, ана, ол әртүрлі жоғалту, ол әртүрлі іздер қалдырады. Бірақ 2 жылдан кейін адам өзін қайтадан іздей бастайды. Бұл жерде енді тек қана уақыт өтсін емес, бұл жерде мен айтайын дегенім, өз-өзіңізбен жұмыс істеу. Жаңағы кезеңдерді анықтап, белгілеп, солар арқылы жүру. Өйткені адамдар қазір естіп алып, 2 жыл күте салу керек болды дейміз. Бір ай өтсін, міне қазір 2 жыл болады, мен ол егер шынайы өтпесе, ол созыла беретін нәрсе. Әрине, ол созыла береді. Мысалы, сен айтқандай кезеңде тоқтап қалса, бір кезеңде. Мысалы, біз біреудің үйіне барған кезде бір естіп қаламыз ғой. Ой, совет өкіметі кезінде анау-мынау деген әңгімелерді жиі естіп отырсақ бір адамнан. Ол өткені жаңа өмірді қабылдағысы келмейді, оның психикасы жаңағы бір кезеңде тұрып қалғанын сеземіз. Ол отрицание, қабылдамау, бүгінгі күнді қабылдамау деген сөз. Немесе бір әйелдің, немесе ер адамның әйелі или ер азаматы 10 жыл бұрын қайтыс болып кетсе, ол адам әлі күнге дейін сол жылап отырса, немесе жыламаса да, ол андай, біз осылай жүруші едік, қайталай берсе, бір әңгімені қайталай берсе. Немесе осы шақты айтатын болса, өлген адам туралы. Әрине, ол да бір жаңағы кезеңде тұрып қалған белгісі, саудаласудың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ең маңыздысы тек қана 2 жыл демей, кәдімгідей өз-өзіңізбен жұмыс істеу деген уақыт. Кәдімгідей мүмкін сол уақытты өз-өзіңізді жұбатуды үйрету, өз-өзіңізді қолдауды үйрену. Мен не істей аламын, қасымда қандай қолдайтын адамдар бар, мен ол әңгіме туралы кіммен сөйлесе аламын, емін еркін. Мысалы, көбінесе жаңа алдында айтып кеттім ғой, өлім туралы көп адамдар қоғамда
сөйлесе алмайды, қорқады, өйткені қорқынышты әңгіме. Мгм. Әрине қорқынышты бір жағынан, бірақ екінші жақтан көбісі айтады, иә біз деген мәңгілік өмірде жоқ, өмір шексіз емес деген сияқты әңгімені айтады, бірақ түсінігі онша жоқ адамдардың. Ол не деген, мысалы біреу енді өзінің қайғысын айтып отырса, екінші адам болды қойшы деген сияқты тоқтатқысы келеді, немесе оны қуантқысы келеді, анекдот айтқысы келеді, бір енді сол теманы қатты Басқа жаққа бұрып жіберуге. жауып қойғысы келеді да, немесе болды жылама, не болды, қазір су толып кетеді, бүйтеді сөйтеді, жыламайды, бүйтпейді деген сияқты әңгімелер айтады, бірақ бұл жерде ең бастысы адамға кәдімгідей шекара беру, да, адамға рұқсат беру, өзінің сезімдерін айтып толтыру. Егер енді ресурсыңыз болмаса, енді айтуға болады, кешірші, мен қазір Ол да бірақ шындықтың ол да бір сөзі ғой енді. Бірақ тоқтату емес, дөрекі болмау, мысалы ол да адамды қатты шеттетеді ғой. Егер адам біреумен бөліскісі келсе, ол адам тыңдай алмаса, ол да бір онша бір күшті процесс деп айта алмаймын, сондықтан да. Бұны енді жақынымыз бар, жақын емес адамдар бар, әртүрлі адамдар бар. Бұл жерде енді мына киноны алатын болсақ, сен айтып кеттің, Джульеттаның дұрыс емес деген сияқты енді айтуға бола ма білмеймін, енді істегені ол қызына айтпады. Бір жағынан ең жақын адамы қызы. Қанша десең, қандай дос болсын, қандай не болсын, ана болсын, әке болсын, екеуінің жоғалтуы бірдей. Қызы әкесін жоғалтты, ал енді әйелі күйеуін жоғалтты. Бірақ Джульетта, ол былай қарасаң, енді ең бірінші баратын адамы, ол сол түсінетін қызы болу керек. Бір жағынан ойлайсың. Мысалы, мен білдім, бұл жағдайды екеуміз бірігіп қайғымыз деген сияқты, қайғыға түсеміз, дұрыс болар. Ал енді Джульетта ол кәдімгідей бір аптама, сондай бір өзімен өзі қалды ғой, енді былай қарасаң. Бұл жерде кинода бар ғой, мен ойладым шын, мен осы кезде, сен айттың, мысалы, сен Джульеттаның қызына сұрақ қойдың, неге сонша ренжідің шешене? Ал мен көрген кезде, бұл бар ғой кинода екеу досымен, қыздың жолдасының досымен, адамы қалай да аты, сол екеуі бірге тұрған кезде несін прах, ол бүйтіп неге суға жібереді. Сол кезде менің ойым, бұл қалай, бұл бір қызы жоқ бұл жерде. Енді адамдар қызы болсын, ұлы болсын, анасы болсын, олар көмген кезде күтеді, жақын адамын күтеді. Ал енді бұл жерде сондай бір несправедливость дейді ғой. Өзіме сондай бір ой келді. Әділетсіздік өзі бұл енді соңғы қоштасу сияқты ғой енді. Неғып сондай ритуалдан өзінің қызын шеттетті деп өзім ойым болды сол кезде. Негізі дұрыс сұрақ Жанна, өйткені негізі адамдар қайтыс болған адаммен қоштаспаса, ол кәдімгідей сүйек сияқты тамақта тұрып қалады да. Әрдайым ойланып жүресің, қайда екен, командировкаға кетіп қалдым екен, алыс сапарға кеттім екен деген сияқты. Мен оған соңғы сөзімді айтпадым, мен онымен қоштаспадым. Қоштасу өте маңызды. Тіпті адамның кәдімгідей көбінесе айтады ғой, айтатын сөздеріңіз болса айтыңыздар, көретін болсаңыздар кіріп шығыңыздар деген сияқты. Сол кезде енді мүмкіндігіңізше кіріп шығу керек. Кәдімгідей ең соңғы рет көріп, қоштасып шығып кету керек. Бұл да енді үлкен жігерлікті талап етеді, бірақ дегенмен енді балаларға да оны түсіндіріп ашып айту керек та, өйткені ол психикада адам қоштаспаса, ол жабылмайтын әңгіме. Ол деген әрдайым былай ашылып тұрады да. Сол үшін
Ол кезде үлкен адам болса, кішкене баласы болсын кіргізіп, өйткені өскен кезде қош бол деп айт иә, деп, өйткені өскен кезде ол енді бала болдым ау деп, ол бәрібір кірсем қалай бол, саудаласып қалатын кезеңде неге мен бүйттім, неге мен ата-аналарым неге мен қорқып кіргізбеді қалдым деген сияқты ойлар. Кіруге болушы еді ғой, неге былай кірмедім деген сияқты. Менің ойымша жақын туыс бауыр болған кезде кәдімгідей міндетті түрде кіру керек деп ойлаймын. Кәдімгідей көріп, адамның қайтыс болғанын көріп, ол кәдімгідей психикаға да маңызды мағлұмат. Болды, өлді, қоштасты деген сияқты. Мен өзім ойлаймын, енді қазақи ритуалдар өте психологиялық жағынан өте дұрыс нәрсе. Біз енді шыны керек, былай ата-бабамыз істеген нәрселердің бәрін психологиялық жақтан қарасақ, көп деген нәрсе өте дұрыс болып шығады. Сондықтан бұл да сенің айтқаның дұрыс, өйткені айтады, бұл жерде де айтады ғой, мысалы, жылап алыңдар, дауыстап жылаңдар дегенде біз түсінбейміз сол кезде, өйткені шоковый состояниеда болып қалған кезде өзіңді жібермейсің. Бірақ дәл сол жерде шынайы кезеңді өтсең, ары қарай ол кетпейді. Бірақ ол да біз білмейміз ғой, ол кезең дәл сол сәтте бола ма, бірақ индивидуальный болады, ол сол адамға. Кейде адамдар қысылады басқа адамның несінде, мысалы біреу қатты жылап тұрса, сен ол жанында қатты жыла алмайсың деген сияқты. Енді түрлі процесстер болады. Түрлі процесстер, сосын әркім адамның өзі, ол енді ол да бір зона комфорта ғой. Енді мысалы танымайтын адамдар отыр, мен жыла деп жатыр, мен қорқып отырмын, бірақ жылағым келіп тұр шығар. Енді шыны керек, көп адам өзін ұстайды. Өйткені бұл жерде эмоционалдық сауатсыздық ол бар. Өйткені ұят болады. Ұят болады, иә. Бірақ оған енді жыла деп тұрса да, өз ішінен, мысалы, бұл жерде танымайтын адам бар. Өзін денсаулығын ойламай, біреудің ойын ойлайды. Не ойлайды мені? Мен қазір қатты жылап қалсам, мені кім деп айтады деп деген сияқты әртүрлі нәрселер шыға бастайды ғой, бұрынғы нәрселер. Ал енді мен өзім шыны керек, енді өзім де жоғалтқан адам болды, осы жылда әкеммен қоштастым. Сонда сол кезде сол сөздерді естіген кезде жылап алыңдар, жылаңдар дегенде мен түсінбейтінмін. Ал енді қазір екеуміз сөйлескен кезде мен міне неге айтады екен. Ол шын сол кезеңді, қайғу кезеңін өту. Қоштасу деген нәрсені айтып жатсың сен, кіріңдер деп, ол да нәрселерді айтты. Сонда бұл жерде енді киноға қайтып келсек, қызы сол ритуалды өтпеді. Бірақ келе салып, енді әрине ол 12 жасар қыз, ол әлі өзін білмейтін, ол анасына қарап қалған, енді ол сол кезде біз көреміз, ол анасы бала сияқты. Суға түсе алмай қалады, оны қызының досы, подружкасы дейма, құрбысы дейма, қалай көмектеседі, иә. Сонда рөлдер ауысады. Иә, анасы сынып қалады, бірақ қызы ата-анасы болып кетеді. Иә. Сөйтіп жүріп, кәдімгі бір уақыт өтеді. Өзіне қарауға уақыты болмайды қызының. Ал енді 18 жасқа толғанда ол ойлайды, сонда шығады. Мен өзім ойлауым сонда. Ол паузаға басып болған сияқты болды ғой енді. Мына шешеме қарау керекпін. Окей, қараймын. Соны қарады енді. Шешесі енді аяғына тұрған кезде, бол енді мен өзіме қарайын. Өзіне қараған кезде көптеген обида дейді ғой енді, реніштер шыға бастады. Ең бірінші енді шешесіне ма, өмірге ма, тіпті өзінің сол әкесін көрмегендіктен сондай нәрселер болды. Ол психологиялық жақтан қарасақ, кинода анасы мен қызы сөйлескенін көрген жоқпыз. Мы мало говорили о твоей поездке, когда ты вернулась. Ты не хотела меня расстраивать, а у меня не было сил тебя спрашивать. Мама, давай, надо вставать. Мы тебя сейчас поднимем. Сырласпайды тіпті, иә. Сырласпайды. Ол маңызды нәрсе ма? Әрине маңызды нәрсе. Менің ойымша, енді бір отбасында өлім болған кезде адамдар бастарын қоса алмаса, ол деген өте қиын нәрсе деп ойлаймын. Ортақ, иә? Ортақ. Қайғы ортақ.
оны бірге сөйлесіп. Қазір мен айтып отырсам да мүмкін жеткізуім қиын болатын сияқты, бірақ бұл жерде бір ситуациядан бәрі бір-біріне жақын болып қалды деп айту қиын, бірақ дегенмен де бұл да енді өмірлік бір позиция шығар, адамдармен бөлісіп жақындасу деген сияқты, иә. Мысалы, тек қана функционалды ата-ана болмай, бала болмай, кәдімгідей алып берісіп, түсіндіріп әрбір процесті. Бірақ оны да соны бөлісіп берудің өзі, менің ойымша, кәдімгідей ол білім болмаса несін бере алады адам, ешнәрсесін бере алмайды. Сондықтан да менің ойымша жаңағы Джульетта да қызы да екеуі бір-бірінің жасаған бір іс-әрекетінен зардап шегеді үлкен жылдар бойы, иә. Сол кезде бір Джульеттаға енді сол 13 жыл бойы өзінің қателіктерін уақыт өте келе түсінеді. Ол да бір тағы да басқа қайғыру процесіне түседі, мысалы қызын жоғалтады, иә. Первые 3 года выбрасывать торт в мусорное ведро, празднуя твой день рождения, стало традицией. Ол туған күнін күтеді, тортын дайындап ше, ол кәдімгідей саудаласады ғой, келеді деген кезде, бірақ та келмейді. Тіпті ол аяғына дейін ше, тіпті анау Мадридке көшесін деген кезде, или Барселонаға көшесін деді ма? Иә, басқа неге көшкен кезде. Басқа қалаға көшесін деген кезде де, жоқ, мен көше алмаймын, мен қызым келу керек деген кезде, ол кәдімгідей бір жағынан ойлайсың, ол аналық бір махаббат шығар деп, екінші жақтан ол кәдімгідей ол да саудаласу. 13 жылда қайтып келмеген қыз, қайтып келе ма, ол белгісіз. Бірақ енді кинода біз көреміз, ол Джульетта өзінің өмірін сүріп жатады, ол басқа адамдармен танысып жатады. Қосайыншы Жанна. Бір қозғағым келгені, мысалы, сол қайғыру процесінен өтпеген кезде, өзінің үйінен жылулық таба алмаған кезде, көбінесе адамдар бір секталарға бейім болып кетеді, дінге, секта, бір түрлі мекемелерге, жаңағы Джульеттаның қызын сол сектаға кіріп кеткенін көреміз ғой. Енді бұл жерде жаман айтқым келмейді, өзінің несін барған жерім, бірақ жаңағы Элис Монроның несі кітабы бойынша түсінгенім, жаңағы сояқтағы жұмыс жасайтын әйел кәдімгідей мін артып сөйлеседі екен Джульеттамен ше. Көрдің ба, қызың кетіп қалды деген сияқты әңгіме. Ол кинода қатты көрсетпейді, бірақ сол жері маған енді кәдімгідей секта екенін кішкене сонда бір сезім қалдырды да кітаптан кейін. Сол кезде мен енді өзім ойлаймын да, көбінесе адасып жүрген адамдар, ол кәдімгідей үйінен жылу таба алмаған адамдар, сондай нәрселерге ұрынады. Неге жаман нәрселерге ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде әрине әр қайсымыз бір жақсы бір жылы комфортны орынды іздейміз, бізді қабылдай алатын, бір жылы қабақтаматын, бірақ кейде ол жерде де бір дұрыс бағыт бере ма, бере алмай ма, бір Құдай біледі. Ал енді үйде алынбаған, табылмаған жылу басқа жақтан іздейміз деп жатырсың. Ол кәдімгі адамға тән нәрсе ғой енді, былай қарасаң, иә? Егер мына жақта мені түсінбесе, егер бұл жерде маған мені жұбатпаса, мысалы, иә, мен енді басқа жақтан іздеймін. Сенің ойыңша, бұл нәрсені істемесек, адам қандай бағытқа бұру керек? Енді ол, былай қарасаң, енді ол адамға тән нәрсе. Мына жақта мені шешем түсінбеді, менің шешем, мысалы, өзінің қайғысымен жүрді, мені де сұрамады, иә, бір жағынан. Ол сонда қандай қызы енді егер ол кетпесе, қандай жағдай жасау керек? Не істеу керек? Есею керек. Есею ол қандай Мысалы, құбылыстар? қарашы Жанна, біз қазір кінәлай алмаймыз ғой, ойбай жылу бермеді деп. Иә. Қандай отбасыға түстің, енді туылдың, осы енді берілген бір формула. Баланы да біз таңдамаймыз. Қандай бала келді, сол баламен әйтеуір үйренуге мәжбүр боламыз кейде, иә.
Сондықтан да бұл жерде де айтайын дегенім жауапкершілікті 50-50 деп бөлу. Мысалы, окей, сен жылулық таба алмасаң, бір сырласатын жер болмаса, үйде ондай қатты жақындап сөйлесе алмайтын болсаңыздар, ол ортаны қосымша табуға болады. Бірақ ол деген психологиялық ауытқу десем де болады, мысалы, егер бір жаныңызды ашып, төгіп, бір уәжіңізді айтып, шағымыңызды айтып білдіргіңіз келсе, неге соны кабинетте сүрмеске? Өйткені егер сен досыңды тыңдайтын болсаң, ата-анаңды тыңдайтын болсаң, тағы да андай секта мекемелерге сенетін болсаң, олар объективті бола алмайды. Бірақ психолог маман объективті түрде сені танымайды, сен өмірбаяныңды білмейді, кім екенін білмейді, оған кәдімгідей санасатын, саудаласатын еш пайда көрмейтін адам. Сондықтан да бұл жерде нақты бір баға баға көре алатын сол мүмкіндік деп ойлаймын. Мен ұнағаным сен айтқаның 50-50% жауапкершілік. Бұл жерде егер мысалы осындай мүмкін сондай бір қайғыға түсіп қалған болатын болсаңыздар, бұл қайғы ортақ дегенде, егер сөйлеспесе, мысалы мен өзім ойлаймын да, енді қызы өзі барып сөйлесуге, анам сөйлесейікші, қандай жағдай болатыр, қалың қалай, мен мынандай, мен өзімді өте бүйтіп сеземін, саған ренжідім, айтайыншы саған деген сияқты қайтадан оралып келсек, сол коммуникацияға келеміз. Қайтадан сөйлесу, содан қорықпау, өзінің ойыңды жақын адамға айтуға, қорықпауға мүмкін. Ол сол кезде соны істесе, ешқандай ол басқа жаққа бару да керек емес еді, өйткені бір сөздер екінші сөзге алып келеді, үшінші сөзге. Ал енді бұл жақын адамдар болғандықтан, қандай десең де жақын адамыңнан қандай басқа жерде жылу табылса, ана деген ол ана, әке деген әке, бала деген бала болады ғой, іні деген іні, әпке деген әпке деген сияқты. Бұл жерде Жанна, менің ойымша жарақат, травма. Анасының мінезі андай тұйық. Көп нәрсе ішінде қалады. Қалдыра береді, шықпайды. Мысалы, әкесінің өлімі туралы хабарламаған әйел, ол ішінде сақтап, өзінің бір шешімін жасап жүрген әйел. Екіншіден, жаңағы қызының жасаған іс-әрекеті анасының копиясы. Бай қарасаң, қалай анасы өмір сүріп келе жатыр, қызы дәл сол өмірді көрсетті өзінің анасына. Ол енді бір жағынан ойлайсың, мүмкін қасақана жасады ма екен, өзінің анасын бір ауыр тигізіп деген сияқты. Бұл енді барлығы гипотеза болуы мүмкін, бірақ дегенмен енді анасының мінезі мынандай болса, қызының да мінезі сондай ұқсас болып тұр ғой. Бұл жерде екі параллельді көріп тұрмыз. Енді біз қайғыру тақырыбын алып отырмыз, айтып отырмыз. Бұл жерде енді айтып кеттік, 5 кезең бар. Оны шынайы өтсеңіздер, өзіңіздің денсаулығыңызға кәдімгідей бір көмек көрсетесіз, дұрыс. Оны содан кейін коммуникация, сөйлесу, психологпен, немесе егер жақын адам болса, жақын адаммен, сұрақтар болса, сұрақтарды қойып деген сияқты нәрселер. Ал енді бір жерде кинода қызы кетіп қалады, 12-13 жылға кетіп қалады, содан хат алады анасы. Хатында ол жазады, мен енді түсіндім, ана бала жоғалтқан кезде. Ол айтады, мен өзім 5 балам бар дейді, бірақ үлкен ұлым қайтыс болып кетті дейді. Сол кезде менің сұрағым, ол бірінші ой, мысалы былай қарасаң, ол жас қыз ғой енді, 13 жылдың ішінде 5 бала тауып жатыр. Ол да бір қайғыны басу әрекеті ма? Бала туу, әкесінің орнын басу деген сияқты нәрсе, бар ма сондай психологияда? Енді гипотеза ретінде болады.
Өйткені кейде өзіңнен қашқың келеді ғой, өзіңнің сезімдеріңмен. Сондықтан да басқа бір түрлі алуан бір үлкен сезімдермен оны жапқың келеді. Енді ол жабу әртүрлі әдістерге алып келеді. Бұл жерде енді тек гипотеза ретінде айтқым келіп отыр. Ал екіншіден, бұл жерде мүмкін мен өзім ойлаймын да, қызының баласын жоғалтқаннан кейін өзінің анасы не сезінгенін сезген сияқты. 13 жыл бойы қандай үлкен бір ауыртпашылық алып келдім деп жоғалып кетіп, бұл да бір қызық да, сол қызы тек открытка жібереді да, бірақ ішінде адресі жоқ, қайта жіберетін, тек қана менде бәрі дұрыс болды деген сияқты хабарлама. Бұл да енді үлкен трансформация. 13 жыл баланы жоғалту, 5 балалы ана болу. Иә, сол жаңағы өлім менің ойымша қашып жүрген мүмкін ойынан қайтадан сол қайғыру процесіне алып келді деп ойлаймын. И ол енді қайғыру процесіне алып келген кезде бұл жерде ол басқа жолмен барады, өйткені ол жібереді, аяғында адресі болады. Иә. Ол енді қашқысы келмейді. Иә, қашқысы келмейді. Енді шынайы өтейік бұл жолдан, екеуміз бірге деген сияқты нәрсе ғой. Өмір, сен айтып кеттің, өлім деген нәрсе, біз бұл сөзден қашамыз, біз одан қорқамыз, тіпті ұяламыз. Ал енді егер өлімді, мысалы, Индияда ма, басқа елде өлімді кәдімгі жаңа жол деп ойлайды, басқаша қарайды. Тіпті кейбір халықтарда бұл мейрам сияқты өтеді. Бұл адам екінші жаққа өтіп жатыр деген сияқты. Олар басқаша, психологиялық жақтан басынан ақ басқаша қойып қойғанда, бұл сондықтан олар адамдар қорықпайды деген сияқты ғой. Енді бұл необратимость енді ғой, енді былай қарасаң, ол міндетті түрде болатын нәрсе. Қанша қорқсақ та, бұлар соңғы өмірдегі болып жатқан жағдайлар соны көрсетті. Пандемия болған кезде өлім деген сөз деген әр жерден естіліп жатты. Адамдар енді, мен ойлаймын, пандемиядан адамдар өлімге басқаша қарай бастады. Өйткені оған дейін кәдімгі бұл енді табу тема сияқты болды. Өлім десе, ой, мен ол жерге бармаймын, бір не деген сияқты қашып сондай болған. Мен өзім бүйтіп көрген кезде, сол кезде ойлайтын, адамдар неғып сонша қорқады өлімнен бұл енді. Ал енді пандемия болған кезде, оны қорқсаң да, қорқпасаң да, мына жақтан естейді, мына жақтан естейді, сен оған жақын болып қалдың. Сен өзің ойың, өлімді қалай біз өзіміздің өмірімізге кәдімгі нақты факт сияқты ма қалай енгіземіз? Мысалы, біз сөйлесеміз, біз айтып жатамыз, әртүрлі бағдарламалар болды, біз сөйлестік, айттық, жыныстық қатынас бар, оны білу керек деген, жыныстық сауаттылық, эмоционалдық сауаттылық дейміз. Әртүрлі білімдер біздің эмоцияларымызды басқа жақтан шығарады. Соны мен өзім ойым, енді бірақ сенің ойыңды да естігім келеді. Осы өлімді қорықпасақ, қорықпау үшін қандай әрекет жасау керекпіз? Оны енді қорқа бермейміз ғой, түсіндік қой енді, бұл енді сондай нәрсе, болатын нәрсе, адаммен болатын нәрсе, менмен болатын нәрсе деген сияқты. Әлі де теспей, осылай жүре береміз ба? Өлім жақындаған кезде міндетті түрде қорқасың. Қорықпасаң, енді бұл деген бір түрлі нәрсе шығар. Ол отрицание, қабылдамау. Кез келген адам қорқады деп ойлаймын. Мысалы, ата-ана не дейді? Ой, баламның тойын көрмей кеттім ау, немерелерімді сүймедім, бүйтпедім, сөйтпедім, әлі де бір талай саяхаттарым бар еді деген сияқты, талай жоспарларым бар сияқты еді. Сол сияқты әр адамның бір өзінің бір үміттері бар өмірге деген. Сондықтан да қорқу орынды сезім. Екінші, ол қорқу сезімімен
сен қалай онымен тілдесе аласың, қалай қабылдайсың, сен онымен жұмыс істей аласың ба, сен оны қалай өңдей аласың іштей. Үшіншіден, өлімге сенбейтін эго шығар тек. Бәрі күшті болады, қойшы, бәрін таста, кеттік деген сияқты. Бірақ ол да иллюзия бітеді. Мен ойымша дайын болу мүмкін емес, бірақ айтып жүру мүмкін. Сондықтан да бұл тек білімділіктің арқасы деп ойлаймын. Сосын жаңағы Джульеттаның қызының айтайын дегенім, қанша қиын болса да Джульеттаға ана екінші мүмкіндіктің барын іштей ұмытпайды да Джульетта. Ананың бір махаббаты шығар деп ойлаймын. Екіншіден, кешірімді болу, қызының жаңағы қару-жарақты әкеліп беріле салуы. Болды, мен қолымнан келмейді, мен осындай күйге жеттім, баламды жоғалттым, енді сен маған керексің деп айтудың өзі үлкен жігерлік. Сен айтқандай өлім туралы мен өзім бір ойым кеп тұр да, бұл өлім туралы біліп өмірді жақсы көру. Өйткені бір жағынан екінші жақта ол пайда болмайды. Сондықтан ол одан қорқу, Меруерт айтқандай, ол адамға тән нәрсе, ал енді оны арғарай аша берсең, көптеген нәрселер өзіне қызық, өзіңе тән нәрселер шыға береді. Бұл жерде тағы да бір есіме түсіп кетті. Мысалы, балаға бір ойыншық сатып алдық дейікші. Ол ойыншықпен ойнады, күнде ойнайды, айлап ойнайды. Сосын ол ойыншық сынады. Сөйтіп ана бала жылайды, мен ойыншығымды қайтарыңдар деп. Көбінесе адам қайтыс болған кезде адамдар ана адамды қайттан алып келіңдерші, қайттан қалпына келтіріңдер, тірілтіңдер дейді ғой. Сол сияқты кішкентай кезден балаға үйрету керек. Мен де көңілім түсіп кетті, бұл сынды, бұны енді қайтадан орнына келтіре алмаймыз деген сияқты балаға соны үйрету. Демде оның орнын басып басқа ойыншық алып беру емес, кәдімгідей сол мезетте қайғыру процесін өткізу. Қайғыру процесі өмір бақи болатын нәрсе, әртүрлі кезеңде, әртүрлі стадияларда деген сияқты, соны табиғи, шынайы өту, ол біздің бір мақсатымыз шығар. Ал енді бұл жерде енді қорытындайтын болсақ, менің өзім ойым, осы біз айтып кеттік, екі адам бар, Джульетта және Джульеттаның қызы. Екеуі қайғыны бөліспей, оны созып жіберді, әрине, оны ауыртып жіберді. Мен өзім бір сөз келеді, қазақи өзі жақсы бір мақал-мәтел бар. Жақсымен бөліссең асыра, жақсымен бөліссең жақсылық асады дейді, ал жаманмен бөліссең азаяды дейді. Сондай сияқты, егер бір қайғымен бөліссең, ол азаятын сияқты. Ол қазақтарда бұрыннан білген нәрсе сияқты. Әйелдер көбінесе өздерінің табиғатын түсінбей жатады. Мен ойымша, әйелдің табиғаты өзінің көңілін, сезімдерін айтып жеткізу, соны үйрену. Мысалы, қазір мен көңілім бос болып тұр, немесе көтеріңкі болып тұр, немесе мен қайғырып тұрмын, қуанышты болып тұрмын деген сияқты нәрселерді айтқан кезде мен ойымша проблемалар аз болушы еді. Егер мысалы Джульеттаның қызы келіп айтса, мысалы, мама, мен сізге ашулымын, неге маған хабарын айтпадыңыздар? Сонда мен не, бұл отбасыға маңызды емеспін ба? Неге менің сезімдерім маңызды емес? Мен қатты ренжіп тұрмын деген сияқты бір ойын айтса, кішкене басқаша болушы еді. Тіпті Джульеттаның да өзі бір кәсіби күшті маман екенін көріп тұрмыз ғой.
бірақ дегенмен де ол да өзінің проблемасын жеке басты шешкісі келеді, өйткені өзін күштімін деп ойлайды, өз проблемасын үндемей шешу керек деп ойлайды. Сондықтан да бұл жерде кәдімгідей әйелдік табиғатын адамдар ұмытып кетеді. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, әйелдер міндетті түрде сезімдерді өте жақсы білу керек. Өйткені бұл сезім көп нәрсеге жеткізеді адамды, қыздарды, әйелдерді. Бір сезімді айтсаң да уже көп нәрсе жеңіл келеді да. Сондықтан да менің айтарым, кәдімгідей сезімдеріңізбен танысыңыздар, қорықпаңыздар. Бір сандықты аштым, одан кейін не болады деп қорықпаңыздар. Бәрі жақсы болады, тек қана маманға сеніп, дұрыс маманды тапсаңыз, барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Рахмет. Бұл енді қайғыру, жоғалту өте оңай нәрсе емес, әрине. Бүгінгі біздің талқылаған тақырыбымыз осындай болды. Егер сіздердің ойларыңыз болса, бөлісіңіздер. Ал енді айтқан кезде біз айттық, жаңа кеткен кезде, өлім болған кезде, бұл кәдімгі бір кезең бітеді. Одан кейін басқа жаңа кезең басталады. Мүмкін адамдар осы жаңа деген кезде ол білмейтін нәрсе ғой, енді танымал нәрсе бізге, танымайтын нәрсе. Ал содан қорқамыз. Ал егер шынайы мына нәрсе бір кезең бітті, екінші кезең басталады деген сияқты ары қарай жүре берсек, мүмкін өмірдің өзінің бір жоспары бар шығар. Әрине, бұл өмірде көп нәрселерді біз білмейміз. Сондықтан мен бір кезде естігем, адамның дүниеге келген себебі ол білім іздеу. Ал білім дегенде ол бар нәрсе білім. Өмірдің, адамның эмоциясы, адамның, сен айтқандай, сезім, ол бәрі бір кәдімгі кітап, кітапханада деп айтуға болады. Сондықтан осылай өзімізді танып, ары қарай жаңа жолдарды таба берейік, жүре берейік, аман болайық, сау болайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бұл солай бағдарламасы.